Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында лағманханаларда және де кафелерде жасалатын гюрю лағманды жасайтын боламыз. Яғни осы гюрю лағманды үй жағдайында қалай дәл кафедегідей жасау керектігін мен бүгін сіздермен бөлісетін боламын. Олай болса менімен бірге болыңыздар, арнадан алыстамаңыздар. Бұл видеода бірнеше лайфхактар айтылады. Яғни біріншіден лағманның нанын қалай дұрыс илеу керек, екіншіден маринад жасаған кезде неліктен жұмыртқа қосылады, үшіншіден лағманның суына жай қара су емес қандай су қосылады, сол айтылатын болады, және де томаттың орнына не нәрсе қосылады, сол нәрселердің барлығы айтылатын болады. Олай болса видеоны аяғына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Алдымен лағманның нанын біз тек қана тұзды суға илейтін боламыз, жұмыртқа қоспаймыз. Неге десеңіздер, жұмыртқа нанның кеуіп кетуіне септігін тигізеді, ал кеуіп кеткен нан созылмайды, қайта-қайта үзіле беретін болады. Сондықтан да суымызды аз-аздан құя отырып, біз лағманның нанын илейтін боламыз. Лағманның наны міндетті түрде қатты болып иленуі тиіс. Мінекей біз нанымызды илеп болдық, енді тындыруға жібереміз. Тындыру барысында лағман нанын 2-3 рет осылай қайтара басатын боламыз. Лағманның наны тыңдау деген кезде біздің қолымызға нан жабыспайтын болады. Біз, яғни, нанның тынғанын осы көріністен білетін боламыз. Мінекей осылай бірнеше қайтара басасыздар. 2-3 рет қайтарып басамыз, содан кейін біздің нанымыз созуға дайын деген сөз. Енді осы аралықта біз етті мариновка жасап қоямыз. Маринад жасау үшін менде сиыр етін пайдаландым. Етімізді осылай жапырақша етіп турап аламыз. Жұқа етіп турасаңыздар болады. Осылай барлығын турап аламыз жұқалап. Бетіндегі шандырын, пленкасын, майы болса артық майларын барын алып тастаңыздар. Себебі жаңағы шандырлар, пленкалар жеген кезде ыңғайсыз болады, және де қуырылған кезде әдемі көрінбейді. Неғұрлым еттеріңіз қара кесек болатын болса, яғни майы болмаса, соғұрлым өте әдемі көрінетін болады. Мінекей барлығын осылай жақсылап турап аламыз. Одан кейін маринад жасаймыз. Туралып болған етімізді осындай шұңғыл табаққа саламыз. Содан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз. Крахмал, кукурузный крахмал қосамыз 1 қасық. Мен бұл лағманды 8 адамға арнап жасап жатырмын. Егер де сіздерде одан көп болатын болса, аз болатын болса, өзіңіздің қалауыңыз бойынша азайтып көбейтсеңіз болады. Және де үстіне 2 ас қасық көлемінде соя тұздығын қосатын боламыз. Одан кейін қалауыңызға қарай жаңағы тұз қосамыз. Менде ет тұздалған болғандықтан тұз қосқан жоқпын. Сонымен бірге қара бұрыш қосамыз. Мен бағана жоғарыда айттым, еттің маринадына міндетті түрде жұмыртқа қосылуы тиіс деп. Неге? Себебі біздің етіміз қуырылғаннан кейін өзінің көлемін жоғалтады, яғни кішірейеді. Осы жұмыртқа еттің көлемін жоғалтпайды, яғни қалай жаңағы жұп-жұқа туралған жалпақ етіңіз дәл солай жалпақ болып тұратын болады. Сондықтан да еттің маринадына міндетті түрде жұмыртқа қосады. Яғни жұмыртқа еттің көлемін жоғалтпайды, дәл сол күйінде қуырылғанда ұстап тұратын болады. Мінекей етімізді маринадта осылай 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Енді осы аралықта бізге қажетті көкөністерді жуып, тазалап, турап аламыз. Бізге бұрыш, светофор бұрыштары, және де капуста, сонымен бірге сельдерей де бізде үйде кісілердің дәмін ұнатпайды, сондықтан да мен кинза пайдаландым, және де барлығын осылай жақсылап
турап аламыз. Біз осы керекті заттарды қиғаштай отырып тураймыз барлығын. Осылай қиғаштап туралған жаңағы көкөністер өте әдемі көрінетін болады. Сондықтан да пышақты осылай жаңағы қиғашынан ұстап, қиғаштап тураған жөн. Мінекей барлығын осылай жақсылап турап аламыз. Осылай барлығын турап аламыз. Дәл видеодағыдай етіп тураңыздар. Сонда піскен кезде, табаққа салған кезде өте әдемі көрінетін болады подливтарымыз. Мінекей біз енді бұрышымыз турап болдық. Енді кешіріңіздер, капустамызды турайтын боламыз. Пекинский капуста. Бұл капустаны біз жаңағы жұмсақ жерлерін турамаймыз. Жұмсақ жерін алып тастаймыз да, қатты жерлерін ғана турайтын боламыз. Жұмсақ жерлерін турайтын болсаңыздар, подливта езіліп кететін болады. Сондықтан да әдемілеп жұмсақ жерлерін кесіп алып тастаймыз да, дәл осылай видеодағыдай. Одан кейін тек қатты жерлерін ғана турайтын боламыз. Бұны да дәл бағанағы бұрыш сияқты осылай пышақты қисайтып, осылай қырынан етіп турасаңыздар, тоже әдемі көрінетін болады. Енді біз подливымызды қуырып бастаймыз. Ол үшін табамызға көп мөлшерде май құямыз. Неге? Егерде майды аз құятын болсаңыздар, сіздердің подливтарыңыз езіліп, бір-біріне жабысып, езіліп кететін болады. Қуырылған кезде, сондықтан да майды көп мөлшерде құямыз. Май ысырап болады деп қорықпаңыздар. Бұл қалған майды банкаға, болмаса басқа бір өздеріңіздің ыдыстарыңызға құйып, жаңағы холодильниктеріңізге қойып қойсаңыздар, келесі лағман жасар кезде де пайдалана берсеңіздер болады, бұзылмайды. Сондықтан ол жағынан қорықпаңыздар. Мінекей етімізді осылай 6-7 минут көлемінде қатты отта қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін дайын болды деген кезде осылай жаңағы сүзгіштің көмегімен, кепсермен осылай қаттылап етімізді өстіп, сілкіп, майының барлығын сығып түсіретін боламыз. Ендігі бұрышымызды қуырып аламыз. Бұрышымызда 2-3 минут көлемінде қуырамыз. Көп қуырмаймыз. Себебі өзінің түсін жоғалтып кететін болады. Сондықтан да 1-2-3 минут көлемінде қуырып алсаңыздар болады. Бұл қуырылып болды деген кезде, бұны да дәл бағанағыдай кепсердің көмегімен майының барлығын сілкіп осылай сүзіп алатын боламыз. Көптеген лағман жасайтын жерлерде дәл осылай жасайды. Ендігі біз пекин капустасын қуыратын боламыз. Пекин капустасында дәл осылай 2-3 минуттың көлемінде қуырамыз. Дәл осы рецептпен көптеген лағманханалар, кафелер барлығы осы рецептпен істейтін болады. Мен бұл рецепті арнайы мастер-класстарда сатып алғанмын. Сіздерге бүгін арнайылап көрсетіп жатқан жайым бар. Ешқандай жаңағы артығы жоқ, ешқандай кемі жоқ. Дәл мастер-класста қалай көрсетілді, дәл солай жасап жатырмын. Сіздер де үй жағдайында дәл осылай жасасаңыздар болады. Мінекей біздің капустамыз дайын болды. Енді майын осылай сілкіп, қағып сілкіп аламыз. Енді осы аралықта біз лағманға құятын суымызды дайындайтын боламыз. Лағманханаларда кәдімгі үйде ішіп жүрген қара суды құймайды. Имбир және чеснокты турап, осы екеуінің қосындысынан біз лағманға арнайы су дайындайтын боламыз. Енді қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз.
бір шай кесе көлемінде құйсаңыздар жетеді. Мінекей, енді осы суды біз суығанша күтетін боламыз. Енді біз жоғарыда айттық, лағманға біз жаңағы томат пастасын қолданбаймыз, біз лағманға лапизаны қолданамыз. Мына жерде егер де лапизаларымыз құрғақ болатын болса, дәл менікіндей кішкене бір шай жаңағы ас қасық көлемінде сұйық май құйсаңыздар, лапизаларыңыз өте жаңағыдай томаттың көлеміндей қоюланған, әдемі болып шығатын болады. Енді біз подливымызды қуырып бастаймыз, яғни пісіреміз енді бұда. Алдымен оған қазанымызға жаңағы барлығын қуырып алдық қой, сол майдан 2 ас қасық көлемінде май құйып, бірінші осылай пиязымызды қоңырқай болғанша қуырып аламыз. Неге бірінші пияз? Себебі бізде ет бағана қуырылған, енді пиязымызды кішкене қуырып аламыз, одан кейін ғана барып етімізді саламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді жаңағы томат емес, лапизамызды қосамыз. 2 ас қасық көлемінде лапиза қосатын боламыз. Дәмі өте керемет болады. Яғни барлық жаңағы лағманханаларда дәмін келтіретін осы лапиза, сонымен бірге түрлі лағмандарға қосылатын приправалар, оның барлығын мен описание бөліміне жазатын боламын. Сол жерден көріп қарап алатын боласыздар. Лапиза мен пиязды кішкене қуырамыз. Одан кейін ғана барып лағманға қосатын жаңағы приправаларымыз бар, қара бұрышымыз бар, барлығын қосып тағы да кішкене қуыратын боламыз. Бұрышымыз. Бұны көп қуырудың қажеті жоқ, себебі бұрышымыз езіліп кетеді, өзінің түсін жоғалтатын болады. Одан кейін етіміз. Болмаса сіздер жаңағы бірінші пияз қуырылғаннан кейін бұрыш емес, етіңізді салсаңыз да болады. Осылай жақсылап кішкене қуырып жібереміз. Одан кейін артынан кейін капустамызды саламыз. Мына жерде менде қыздар жарықтың жаңағы аздығынан түрінің жаңағы цветінің сондай әдемі болып шықты, бірақ менде жаңағы жарықтың жетіспеушілігінен мына видеода әдемілікті мен сіздерге жеткізе алмай тұрмын. Сол үшін кешірім сұраймын. Неге барлығын жақсылап қуырдық. Ендігі кезде сельдерей, егер де сельдерейді ұнатпасаңыздар, кейін қоссаңыздар да болады. Бірақ та негізінен лағманға сельдерейдің басындағы қатты жері болады ғой, сол жерлерін турап қосады. Сол кезде әдемі шығатын болады. Неге барлығын жақсылап араластырдық. Енді тұзымызды қосамыз қалауыңызша. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін жаңағы салқындаған суымызды, имбир мен чеснок қосылған суымыз салқындады, енді соны құятын боламыз. Егер де сіздерде мен қазір 8 адамға дайындап жатырмын, егер де одан көбірек болатын болса, әрине көбірек кішкене су құясыздар, азырақ болса азырақ су құясыздар. Астарыңызға баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен қып-қызыл болып шығатын өте дәмді борщтың рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен етімізді турап дайындап аламыз, одан кейін қылшамызды және де сәбізімізді аршып, осылай теркадан өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін бізге керегі пиязымызды турап дайындаймыз.
Енді қазанымыздағы қызып тұрған майға етімізді салып, араластырып қуырып аламыз. Етіміз қоп-қоңыр болып қуырылса, тамақ өте дәмді болып шығады. Сковородкаға майымызды құйып, қыздырып, қызып тұрған майға пиязымызды салып, қуырып аламыз. Пиязымыз қоңыр болып қуырылғаннан кейін біз үстіне сәбізімізді салып және де қылшамызды салып араластырып қуырамыз. Сіздердің қылшаларыңыз қып-қызыл қалпын ұстап қалсын десеңіздер, осы қылшаның үстіне жарты қасық көлемінде қант саламыз және де уксусная кислотаның 5-6 тамшысын 70%-тен 5-6 тамшысын алып тамызып, осылай араластырып, барлығын бір 15-20 минуттай қуырамыз. Яғни бөлек кастрөлде. Сонымен бірге біздің осы уақытта етіміз қуырылып дайын болды. Енді оған қайнап тұрған суымызды құйып 25-30 минуттай пісіреміз. 40 қабатымызды дайындаймыз одан кейін, және де бұрышымызды салып, осы қылшаның үстіне бұрыш қосып, қара бұрыш яғни араластырып қуырамыз. Етіміз міне пісті. Бетіндегі көбігін алып тастап, яғни салмамызды осылай саламыз. Салмамызды салып араластырып, тұзын көріп, үстіне капустамызды және де картошкамызды салып араластырып, осы картошка піскенше 15-20 минуттай отта ұстаймыз. Үстіне осылай жапырақтарымызды және де домалақ қара бұрыштарымызды салсақ, борщ қышқыл болып өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында лағман дайындайтын боламыз. Лағманға қажетті заттардың барлығын мінекей мен көрсетіп қойдым. Және де осы дәмдеуіштерді, керекті заттардың барлығын мен описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Үй жағдайындағы лағманға керекті заттар осылар: сәбіз, редька, дәмдеуіштер, тәтті бұрыштар, ет және де пияз қажет болады. Егер де лағманыңыз ашылау болғанын қаласаңыз, ашты бұрыш қоссаңыз да болады. Олай болса, етімізді алдын ала жұқалап, көбіктап турап аламыз. Етіміз алдын ала маринад жасасаңыз да болады. Егер гюри лағман, цомян жасайтын болсаңыз, алдын ала етті міндетті түрде мариновка жасап алу қажет. Еттің мариновкасы менің каналымда бар, қарап көрсеңіздер болады. Ендігі бізге пиязымызды ашып, турап дайындап қоямыз. Пиязды сіздер қуырған кезде міндетті түрде қоңырқай қылдырып қуырсаңыздар, тағамымыз өте дәмді болып шығады. Одан кейін сәбізімізді тураймыз. Сәбіз біз үй жағдайында лағман жасайтын болғандықтан сәбізді қалауымызша қосамыз. Ал егер жаңағы кафелерде, дәмханаларда болатын болса, онда ол осы гюри лағман басқаларына сәбіз көп қосылмайды. Ендігі керегі бізге тәтті бұрыштар, яғни светофор бұрыш алдым мен, қызылын және де сарысын. Менде редька жасыл болғандықтан жасыл бұрышты қоспадым. Ендігі бізде редька лағманға өте күшті, жақсы дәм береді. Одан кейін міне жасыл пияздарымызды және де чесногымызды дайындап аламыз. Олай болса, табамызға, қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, етімізді саламыз. Етмен де алдын ала мариновка жасалмағандықтан қазанның астын, яғни оттың астын басып, 15-20 минут етті өз сөліне өзін бұқтырып пісіріп алдым. Мінекей менде ет қуырылды, суы тартылды. Енді пиязымызды салып, газдың астын көтеріп, жақсылап қоңырқай болғанша қуырамыз. Пияз дайын болғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізді редьканың алдында салыңыздар, себебі бізде сәбіз қатты. Редька бірінші салсаңыздар, піскен кезде езіліп кетуі мүмкін. Одан кейін барып редькамызды саламыз. Осылайша барлығын қатты отта жақсылап қуырамыз. Ол болғаннан кейін мінекей тәтті бұрышымызды саламыз. Оны да жақсылап қуырамыз. 5-10 минуттай қуырсаңыздар жақсы болады.
барлығы қуырылып болды деген кезінде біз керекті дәмдеуіштерді қосамыз. Бұл дәмдеуіштердің атының барлығын описание бөлімінен табасыздар. Одан кейін ғана барып біз тағамымызға томатымызды қосатын боламыз. Томат қосатын кезде бір үлкен қасық томатқа бір кішкентай қасық, яғни шай қасық қант қоссаңыздар, сіздердің томаттарыңыздың қышқылдығын осы қант алып кететін болады. Яғни тамақты ішіп болғаннан кейін асқазанда қыжыл, тағы да басқалары болмайтын болады. Сондықтан да қант қосуды міндетті түрде ұмытпағайсыздар. Осылайша енді томатты жақсы қуырылуы қажет. Барлығын жақсылап қуырамыз. Одан кейін соевый соус құямыз. Соевый соус көп құюдың қажеті жоқ. Ондай жағдайда сіздің сорпаңыз қап-қара болып кетуі мүмкін. Одан кейін қайнаған су, міндетті түрде қайнаған су құйсаңыздар, еттеріңіз жұп-жұмсақ болып піседі. Сол үшін міндетті түрде қайнаған су құямыз. Одан кейін бетін жауып 15-20 минут сіздің қосқан нәрселеріңіздің барлығы піскенше қайнатамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Пісіп қалдау деген кезде біз үстіне чесногымызды турап саламыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Айгүл. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен кисло-сладкий соуста дайындалатын өте дәмді баклажан салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі баклажан, черри помидор, кинса, саңырауқұлақ және де чеснок керек болады. Ең алдымен біз осылай баклажанымыздың сыртын аршып, тазалап алатын боламыз. Баклажанның сыртын аршитын болсаңыздар, ол қуырылған кезде өте жақсы болып шығады. Одан кейін саңырауқұлағымызды осылай сыртын аршып тазалап аламыз. Мен үнемі саңырауқұлақтарды осылай сыртын аршып тазалаймын. Сонымен бірге чесногымызды аршып дайындаймыз. Чесногымызды аршып дайындап болғаннан кейін черри помидорларымызды жуып, ортасынан бөліп, осылай турап дайындап қоямыз. Помидорымызды турап болғаннан кейін сельдерейді тураймыз. Сельдерейіміз болғаннан кейін өзіміздің қалауымыз бойынша саңырауқұлағымызды алып, ортасынан бөліп, 4-ге немесе 6-ға бөліп турайтын боламыз. Одан кейін біз чесногымызды үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Сонымен қатар өзіміздің қалауымыз бойынша баклажанымызды алып турайтын боламыз. Баклажанның барлығын турап болғаннан кейін міндетті түрде кукурузный крахмалға араластырыңыздар. Менде мына жерде видеода ол көрінбей қалыпты, ал сіздер оны кукурузный крахмалға араластыратын болсаңыздар, баклажандарыңыз қуырылған кезде өте дәмді және де түсі әдемі болып шығатын болады. Баклажанды қуыру үшін табаға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға біз баклажанымызды салып, жақсылап араластырып, қоңыр болып шыққанша қуыратын боламыз. Қоңыр болып шыққан баклажанымызға салфетка төсеп табаққа осылай алып алатын боламыз. Одан кейін саңырауқұлағымызды салып қуырамыз. Саңырауқұлағымызды да жақсылап қоңыр қылдырып қуырамыз. Қуырылып болғаннан кейін табағымызға салфетка төсеп, майы сол салфеткаға сіңу үшін осылай саңырауқұлақты түсіріп аламыз. Енді бізде барлығы дайын. Ендігі кезек біз соус дайындаймыз. Кисло-сладкий соус дайындау үшін бізге ең бірінші осындай яблочный уксус керек болады, 1 қасық. Одан кейін соевый соус керек болады. Соевый соус бізде кішкентай қасықпен, яғни шай қасығымен 2 қасық қосатын боламыз. Одан кейін міндетті түрде чесногымызды үккіштен өткізіп салатын боламыз. Үккіштен өткізіліп болған чесноктан кейін біз шай қасықпен 1 қасық бал саламыз, және де оливковое масло болмаса күнбағыс майынан 2 қасық, яғни 2 ас қасық құйсаңыздар болады. Менде видеода бұл жерде жаңағы бал мен май қосылған жері көрінбей қалыпты. Сол үшін де қосуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Одан кейін барлығын араластырып, осындай әдемі өте